Сәлем достар, жадырап жаз да келді. Айларында жеміс жидектердің молынан болатын уақыт. Осы уақытты пайдаланып, біз көп дәрумендерге толы жеміс жидектерді жеп қауып үлгеруіміз керек. Сіздерге бүгін жеміс жидектер туралы, жүрекке пайдалы жеміс жидектер туралы айтып кетемін. Алма, алмұрт, өрік, бұлар барлық организмге пайдалы бола тұра, олардың да жүрекке пайдасы орасан зор. Сонымен қатар қара түсті жидектер жүрекке нәр береді. Жүрек бұлшық етіне нәр береді, гемоглобинді көтереді. Олар қара жиде, қарақат, бүлдірген осындай қара түсті жидектерді көбірек жесеңіздер болады. Сонымен қатар шиенің ірі сорттары, черешня дейді ғой, бұлардың құрамындағы пектин қан тамырдағы холестерин деңгейін азаюға көмектеседі. Оны жесеңіздер болады. Қазір шиені нағыз піскен уақыты, шиелер көп және қатты қымбат емес. Жүрекке тағы да пайдалы жемістердің бірі анар. Анардың шырыны, жаңадан сығылған шырыны жүрекке, қан тамырларға өте пайдалы. Жүрекке сонымен қатар оливка және авокадода пайдасы өте зор. Жеміс жидектерден бөлек сұлы жармасы, имбир, сарымсақ және шавелдер біздің жүрегімізге пайдалы өсімдіктер болып табылады. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.